Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомда оқушыларды сабақ үстінде қалай бағалау болады және оқушы өзін қалай бағалайды, сол туралы айтатын боламын. Ендеше менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді білдіруді ұмытпаңыздар. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл оқушыларға берілетін бағалау таяқшасы. Бұл жерде асықты алу себебі оқушыларға өзіміздің ұлттық құндылығымызды насихаттау мақсатында алынған болатын, және таяқша бұл садақтың жебесі ретінде алынған, және садақтың жебесінде өзіміздің ұлттық оюымыз салынған. Және бұл бағалау таяқшасын кез келген түсте жасауға болады, кез келген асықтардың түстерінде жасауға болады. Бұл яғни өздеріңіздің көңілдеріңізге байланысты. Мен бұл жерде екі түсте жасадым. Жебелерді қызыл және көк түрінде, және асықтарды қызыл және алтын түстес етіп жасап дайындағанмын. Бұл жердегі қағаздар өте сапалы. Біріншіден глянцевый қағаздар жасалынды, және оның барлығы ламинатталған. Себебі бұл бағалауды біз күнделікті сабақта қолданатын болғандықтан, бұл қағаздардың түрі өте сапалы болғаны дұрыс. Және асықты да мен ламинаттап қойған болатын, себебі асықты жылжытып отырған кезде бізге сапалы көрнекілік қажет. Мінекей мына жерде асығымыз өте жақсы ламинатталған, оны асықтың өзінің пішініне салып қиылған, және асықтың екі ортасына біз сызықша тесігін жасаймыз, себебі таяқшаны өткізген кезде бізге сондай асықтың ортасына жүргізетін таяқшаға арналған сызықша қажет, қиылған. Оның барлығы мінекей мына суреттен көріп отырсыздар. Осы жерден біз таяқшаны жылжытып отырып оқушыларды бағалап отырамыз. Енді біз бұны сабақ үстінде қалай қолданамыз? Мұғалім сабаққа келгеннен кейін оқушыға сабақтың тақырыбы, мақсаты және әр тапсырмада қойылатын балдарды айтып шығады. Мысалға, тапсырмасы бойынша 3 деген балл алу керек болатын болса, оқушы бағалау таяқшасындағы сол 3 деген балға, егер де тапсырмасын толық дұрыс жауап берген болатын болса, сол 3 деген санға өзінің асығын жылжытады. Ал егер де тапсырмасында қандай да бір қателіктер болып, мұғалім ол оқушыны орташа бағалаған болса, яғни сұрақтарына жауап бере алмаған болса, оқушы ол кезде өзін 3 деген балға бағаламайды, 2 деген балға бағалап, асығын сол 2 деген санға жылжытып отырады. Және әрбір тапсырманы бағалап отырған кезде мұғалім оқушыны міндетті түрде қадағалап тұру қажет, яғни оқушылардың дұрыс өзіне балл қойып жатқандығын аңғарып отыру қажет. Келесі тапсырма, ол егерде класс жұмыс тапсырмасы болатын болса, оқушыға тағы да хабарланады. Класс жұмысының тапсырмасы 3 балл немесе 2 балл деген сияқты мұғалім өзінің тиісті баллын айтып отырады, және ол тапсырмада өте жақсы жауап берген оқушы, егер 3 балл болатын болса, өзінің манағы 3 балл, тапсырмасында алған 3 балл, 3-ке 3 қосып 6 балға қасына асығын жылжытады. Ал тапсырмасынан 2 балл алып, класс жұмысынан да 2 балл алған оқушы болатын болса, ол 2-ге 2 қосып 4, яғни асығын сол 4 деген санның қасына жылжытып қояды. Міне осылайша барлық оқушы өзін осылай бағалап отырады, және мұғалім сабақ арасында тапсырманы берген кезде оқушылардың қасына барып, әрбір балдарды дұрыс бағалануын қадағалап отырады. Сөйтіп тапсырманың барлығы толық жасалынады. Класс жұмысы, деңгейлік тапсырмалар, жаңа сабақтан кейінгі бекіту сұрақтары, және оқушыға арналған қосымша сұрақтар, осындай тапсырманың барлығы орындалып болады. Әр тапсырма өзінің жаңағы айтқандай балдары болады. Сол балдар бойынша оқушы өзін бағалап, ең соңында өте жақсы сұрақтарға жауап берген оқушылар өзін 10 деген балға жеткізеді. Ал егер де тапсырмасына 3 балдың орнына 2 балл алып, класс жұмысының орнына 3 балдың орнына 1 балл алған оқушылар болса, олар барлық сол сандарды қосып отырып, өзінің балын 6 немесе 7 деген сияқты балға өзін қояды. Және мұғалім сол оқушының балын барлық оқушылармен бірге хабарлап, өзінің күнделікті оқушыны бағалау күнделіктеріне қойып шығады. Мінекей бұл өте әділ түрінде бағаланады. Бұл оқушыларға өте тиімді деп ойлаймын, мұғалім үшін де тиімді.
Егер сіздерге бағалаудың осы бір түрі ұнап жатса, лайк басып өз пікірлеріңізді білдіріп кетіңіздер. Сабақтарыңызға пайдалануға кеңес беремін. Алдағы видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.